Сәлем достар, тоңазытқыштан шығарған мұз етімізді қалай жібітеміз? Мұз етті ыдысқа салып, етті батып тұратындай салқын су құямыз. Ет суда кем дегенде 20 немесе 30 минут батып тұру қажет. Мен бұл тәсілді ас дайындар кезде уақытымды үнемдеу үшін қолданамын. Етті ыстық суға салып жібітпеңіз, себебі дәмі өзгереді. Және микроволновкаға да ерітпеңіз, иісі шығып, тамағыңыздың дәмін өзгертуі мүмкін. Егер де сізге ақпарат пайдалы болса, лайк басып, менің арнама тіркеліңіз.